дегенде 11 айлық аламыз. 11 айлықтың бір айлығы 500 мың. Нормально ма? Нормально. Күйеуім осы буквально кешегі қайда жапты менеджерді. Бізде менеджер статусына жеткен адам уже пожизненный пенсияға кетеді. Сентябрьда жатты ба? Сентябрьда. Сонда бір жылға жетпей, үйден екі пенсионер сықса жақсы емес па, иә? Жақсы. Нормально ғой? А бізде қазақтарымыз қайтеміз? 63-ті күтіп жүрміз, сылықпен жыл. Или 58-ді 5 бала туып өліп тұрып, қисайып, Құдай өзі кешірсін, пенсияға жеткен күн өмірден өтіп кетіп жатқан кісілер бар. Рас па? Сол себептен неге осындай мүмкіншілік келіп тұрғанда пайдаланбасқа? Енді продукцияға келетін болсақ, біреу 188-ге клиент сетеді, ойбай 188. Өткенде маған бір кісі келіпті, Гүлнар, сіздің танысыңыз бар, анау бар, мынау бар, келінді уборщицаға мектепке кіргізіп беріңізші. Барсаңыз қабылдайтын да, уборщицаға таныс керек па, не деймін ғой, сөйтсем 500 мың сұрап жатыр дейді. Уборщицаға 500 мың сұрап жатыр. Айлығы қанша десем 100 мың дейді. Сонда ол 500 мыңды береді, 5 ай дыра кетеді, пока ол ақшаны қайтарғанша. Неге емес ол 500-ді лучше жерге салып, спокойно қызға магазин ашып бермес деймін да. Көңіліңізге тимесін, бізде 90% система ғой, енді беру керек та. Бірақ егерде сіздер осы жастан бастап мынандай жас өспірімдерді осы жерден бір орын алып, сол жұмыс көзін үйретсе, әр шаңырақты асырайтын бизнес бұл да. Мен мақтанғаным емес, өзім жеткен жетістігімді айтып жатырмын да. Алланың қалауымен әрине, ол менің жетістігіме осы отырған кісілердің еңбектеріңіз бар. Мысалы, октябрьде біз 15 миллионмен магазинді аштық, сервисный центрді. Бүгінгі таңда бізде сервисный центріміз бар, базарда магазиніміз бар. В среднем сөйерде уже арсы-берсі 100 миллионға оборот жетті. Ол жерде мен ішіп жеп жатырмын, қыдырғаным бар, тойым бар, алып жатқан нем бар. Жақсы емес пе? Қай магазин бір жылда сондай оборотқа шығады, ойлаңыздаршы. Бар ма біреу шыққан сондай? Мал асырайды, ол малды жемін орады, не орады еще, бір жеңдерін орады, ол қыстың күні өліп қалуы мүмкін, риск бар ғой. А бұл корпорацияға сіздер не үшін келулеріңіз керек? Осы отырған бәрі басыңыз жуастар, Мен жұмайын басында отырмайсыз, саспай тастар. Шомылып атыстар. Әр адамның жоқ дегенде жаңағы киімге түрсе ауыстырады, маске ауыстырады. Вот элементарно тірі адамның тіршілігіне керек заттың бәрі бар ғой. Вот бәрі бар. Бүкіл зат, 5000 затты біз мысалы үшін бүгінгі таңда біз уже 2 мәрте саяхатқа бардық, біз ақша шығарған жоқпыз. Корпорацияның бір кереметтігі, мен мысалы үшін цептерде істеген кезде бізде былай болады, Италияға бару үшін $500 мың оборот беруім керек. $500 мың есептеңіздер. 500 мың, 500 тысяч. Сонда оны 6 айда істеуің керек та. И соны істеп болғаннан кейін, еще туда-обратно билетті өзің аласың ғой. Ұрсасыздар ма? Одан кейін завтрак қана береді, қалған саусағын сорып жүруің керек.